осы қазақ арнайы экономикалық аймақтарда жиналған жеңіл автокөліктердің Евразиялық экономикалық одақ елдерінде экспорты шектеулі. Техникалық регламенттерден бөлек утилизациялық алым мен локализацияны өзара мойындамау сияқты факторлар бар. Мысалы, Ресейде біздің өнімдерге толық локализация жоқ деп мойындамайды. Өзбек, Қырғыз, Қытай бізден көлік алмайтыны түсінікті. Сонда Қазақстанда құрастырылған көлікті кімге сатамыз, қайда экспорттаймыз? Әлде біздің өндіріс тек ішкі нарыққа бағытталып отыр ма? Үкімет осы тарапта қандай жұмыстар атқарып жатыр? Осыған қатысты жауап берсеңіз. Министр, жаңа сұрағыңызға рахмет. Бұл бағытта министрлік жұмыс жасап жатыр. Жаңа айтып сұрақтарыңыз бойынша утил сбор жиналу бойынша әр мемлекеттің өзінің мүлдесі, бұл экологический сбор дейді, утилизациясын, өзінің экологиясын восстановить ету бойынша. Бұл бағытта да біз көрші елдің нарықта есепке келетін болсақ, 5 мемлекет ішінде Евразиялық экономикалық одақ ішінде ең үлкен нарық бұл Ресей мемлекет болып келеді. Ол Ресеймен құзыретті органдарын біздің елге шақырып, білесіздер, былтырғы 25 жылдың қорытындысы бойынша екі ірі завод іске қосылды. Бұл мультибрендовый завод Алматы қаласында 120 мың машина шығаратын завод, 4 Қытай брендін шығарады, және Kia Қазақстан Қостанайдағы 70 мың машина шығаратын завод іске қосылды. Бұл жерде локализациясын деңгейін көтеру мәселесі қаралған. Бұл жерде мелкоузловая сборка қойылған машиналар. Бұл машиналарға, ол заводтарға Ресей құзыретті органдарын елге шақырып, Қырғызстан, басқа елдер, Евразиялық экономикалық министр промышленностін елге шақырып, локализация деңгейін көрсеттік. Ол кісілерге олардың оң қорытындыны алды. Қазіргі таңда сол елдердің құзыретті органдарымен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Біздің Қазақстанда өндірілген автомобильдерді сол жаққа экспорттау бойынша. Бұл жұмыс басым түрде министрліктің бірінші жұмыстары болып келеді. Бұл ішкі нарықта өндірілген өнімді сыртқа шығару. Қанша пайыз? Бұл пайыздың қазір қандай, если ол елдің шарты бойынша квота бола ма, или безограничный ввоз шығарылатын болса, ішкі нарықты қамтамасыз етіп болып, артқанын сыртқа шығарамыз толықтай. Ол ішкі нарықтың сұранысқа байланысты.